Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен біз осындай өте дәмді пончиктерді дайындаймыз. Ол үшін бізге ең бірінші ыдысымызға жылы су, жылы сүт және секер, тұз, осылардың барлығын араластырып 15 минутқа қоя тұрамыз. 15 минуттан соң осылай біздің аштығымыз ашып, көпіріктер пайда болғаннан кейін ұнымызды салып, қолымызға жабыспайтын жұмсақ қамыр илейміз. Осылайша ұнымызды ситадан өткізіп салсаңыз, сіздің тестіңіз үлпілдек болып және көтеріліп жақсы болып шығады. Осылайша ұнымызды аз-аздан сала отырып, қолымызға жабыспайтын жұмсақ қамыр илеп аламыз. Содан соң бұл қамырымызды көтерілуін күтеміз, бетін жауып, жылы жерге қойып қоямыз. Қамырымызды 2-3 рет басып дайындасаңыздар болады. Асыққан жағдайда 1 рет қана басып дайындай беруге болады. Осылайша біздің қамырымыз көтерілгеннен соң столымыздың үстіне ұнымызды төсеп, қамырымызды оқтаудың көмегімен жаямыз. Содан соң қамырымызды дөңгелек формада барлығын дайындап шығамыз. Үлкен немесе кішкентай осындай көлемдегі дөңгелек формада дайындап аламыз. Осылайша дайын пончиктерімізді астына ұн төсеп, осылай барлығын қоямыз. Содан соң күйіп кетпеу үшін орамалмен бетін жауып қоямыз. Біздің пончиктеріміз тағы да көтерілуі қажет. Осындай кішкентай затпен орталарын осылай видеодағыдай жасап шығамыз. Содан соң тағы да бетін жауып қоямыз. Біздің пончиктеріміз көтерілгеннен кейін қызып тұрған отта және қызып тұрған майда екі жағын қызартып пісіріп аламыз. Біздің майымыз әбден шыжғырылуы керек, сол кезде біздің пончиктеріміз жақсы көтеріледі. Және де бауырсақты пісірген сәтте шыңғылдау, мысалы немесе қазан сондайға пісірсеңіз, бауырсағыңыз немесе пончиктеріңіз жақсы көтеріледі. Осылайша пончиктеріміз дайын болғаннан кейін водяной баняда шоколадымызды ертіп алып, осындай әртүрлі кокос және әртүрлі присыпкалармен пончиктерімізді видеодағыдай барлығын шоколадымызға батырып, бетін осындай присыпкалармен әдемілеп сүйіп шығамыз. Осылайша біздің дәмді пончиктеріміз дайын болады.
өте оңай және өте дәмді. Міндетті түрде жасап көріңіз, сізге сөзсіз ұнайды. Егер де менің видеомды қараған болсаңыз, лайк басып каналыма тіркеліп кетіңіз. Рахмет.